Баршаңызға сәлем, сіздермен Течедина каналы, каналыма қош келдіңіздер. Бүгінгі сабағымда масын туралы ережені айтатын боламын. Ережені толық түсіну үшін видеоның соңына дейін қарауыңызды сұраймын. Must аудармасы міндетті, қажетті, керек. Ереже, заң, бұйрық, қатты қажеттілік уақытында айтылатын іс-әрекеттерде must қолданылады. Құрылымы must одан кейін негізгі етістік болады. Етістіктің алдында to қойылмайды. Мысалы, you must wear a seat belt. Сен қауіпсіздік белдігін тағуың керек. Must'тан кейін етістіктің алдында to қойылмайды. Бірден етістіктің өзі жазылады. Dear passengers, you must wear your seat belt. Students must do their homework. I must finish this work today. Бұлардың барлығы міндеттелген іс-әрекеттер кезінде айтылып тұр. You must listen to the rule. Mustn't аудармасы болмайды, тыйым салынады. Мысалы, you mustn't smoke here. Мұнда темекі шегуге болмайды. Sir, you mustn't smoke here. Есте сақтаймыз, mustn't ол мүлдем тыйым салынған, ал don't have to міндетті емес дегенді білдіреді. Мысалы, you mustn't eat here. Жеуге болмайды бұл жерде. You don't have to eat here. Бұл жерге жеуді міндетті емес, қажет емес дегенді білдіреді. Бүгінгі сабақ баршаңызға пайдалы және қызықты болды деп ойлаймын. Видео ұнаса, каналыма тіркеліп, өз пікірлеріңізді білдіріп кетіңіздер. Мен сізге тапсырма дайындап қойдым. Сол тапсырманы ағылшыншасын оқып, осы комментарийға аудармасын жазып кетіңіздер. Мен міндетті тексеремін. Келесі видеода кездескенше сау болыңыздар. You must start your exam now. You mustn't touch the exhibits. Students mustn't shout and run in the classroom. They mustn't talk in the library.